Сәлем достар, сіздермен бірге бәрі бар арнасы. Су астындағы сарқырамалар әдемі және көз тартарлық құбылыс. Бүгін біз солар жайлы, су асты сарқырамасы жайлы айтамыз. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Өзі қысқа ғана видео. Су астындағы әлем тек ерекше тіршілік иелерінің көптігімен ғана емес, сонымен бірге су бағанында жасырылған нәрселердің болуымен де таң қалдырады. Сіздің үш нәрсені көре алатыныңызды бәрі біледі. Біреуі су. Су бұл ешқандай тіршілік иесі, ешқандай организм, ешқандай жасушасыз өмір сүре алмайтын нәрсе. Су әртүрлі жұмсақ және қатты және сұйық, тіпті газ тәрізді болуы мүмкін. Су асты әлемінде жасырылған қанша жұмбақтар мен құпия бар. Біз олардың кейбіреулері туралы білеміз, тек басқалар туралы сәлде болсын болжай алуымыз мүмкін. Сарқыраманы әркім өзінің өмірінде кем дегенде бір рет көрді. Мейлі ол кішкентай болсын, үлкен болсын. Ол сынған су құбырынан ағып кетуі, немесе үлкен күш пен өзен арнасында пайда болған тік жартастың құлауы арқылы құлап кетуі мүмкін. Бірақ көбісі бұның бүгін талқыланатыны туралы естіген жоқ. Су астындағы сарқырамалар бұл табиғат ананың жаратқан ерекше құбылыстарының бірі. Ол шексіз қиялға ие. Оларды тек құстың көзімен көруге болады. Су асты сарқырамалары әртүрлі тығыздықтағы су сәйкес келген кезде пайда болады. Судың тығыздығы өз кезегінде температура мен ондағы тұздардың концентрациясына байланысты. Әртүрлі тығыздықтағы екі су кездескен кезде теңіз түбіндегі беткейлері бар. Біреуі көтеріледі, ал екіншісі түбіне түсіп жеңілірек суды алады. Бұл құбылыс көптеген адамдарға жабайы ләззат әкеледі. Бірақ бұл тек физика ғана. Бұл өте таңқаларлық жағдай. Қазіргі уақытта 7 су асты сарқырамасы белгілі, бірақ олардың нақты қанша екенін ешкім білмейді. Бірақ бұл құбылысты биіктен зерттеу оңай емес. Оған қоса қауіпті. Күшті ток жасау арқылы олар кемені оңай суға түсіреді. Ең үлкен сарқырама құрлықта емес, су астында орналасқан. Ол Атлант мұхитында екі арал арасында орналасқан. Ұзындығы 160 километр, биіктігі 3500 метр. Ол Венесуэлада орналасқан Ангел жерінен 350 есе үлкен. Ол Дания бұғазы деп аталады. Осымен бұл қысқа видеомызды аяқтаймыз. Арнаға жазылмаған болсаңыздар, төмендегі подписация мәзірін басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше, YouTube-тың қызығын бөліскенше достар.